Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін бүгін маған 24 сағат я дейді. Жоқ демейді, я дейді. Себебі менің желаниям бәрін орындайды. Себебі мен ішінде көп желание бар. Бірақ та достар, ауа райына байланысты біз бұны тек үйде түсіреміз. Яғни 24 сағат үйдің ішінде Каусарға я дейтін боламын. Бізде қазір погода осындай болып тұр. Қар, 2 күн қар жауды. Соған байланысты біздің Каусар сабаққа да барып жатқан жоқ. Бізге сабаққа 3 күн онлайн оқуға рұқсат берді. Міне даже машиналар осылай қардан шыға алмай тұр. 24 сағат енді мен Каусарға үйдің ішінде я дейтін боламын. Не дейді? Достар, бүгін бізде ауа райына байланысты Каусар сабаққа барған жоқ. Енді үй жұмыстарын орындап жатыр. Мектептің жұмыстарын, то есть. Мен обычно ютубтан көшіруге рұқсат бермейтінмін. Бірақ та бүгін бізде жоқ деуге болмайтындықтан Каусар ютубтан көшіріп жатыр. Еще мақта да болған, мақтан баста бәрін көшіріп жатыр. Достар, қазір бізде обед. Біз Каусардың сабағын оқып болам дегенше уже обед болды. Біз завтрак ішкен жоқпыз, Каусар? Оның орнына сабақ оқыдық, Енді Каусардың айтқанын істеу керекпін. Каусар қазір не жейміз дейді. Біз соны жейміз, бірақ бұл явно үйдегі затты айтпайды, мен біліп тұрмын. Ал Каусар, не жейміз? Анандай Китайлар жейтін бар ғой, сондай жейміз. Бибон сияқты сондай. Саған аллергия шығып кетпей ма? Бір рет аллергия шығып еді ғой? Жоқ, мен жұмыртқа жедім ғой, содан шықты ғой. Болма онда, соны жейміз ба? Қазір онда магазинге кеттік. Достар, біздің Каусар өзіне осындай алып келген ғой. Еще 880 теңге тұрады. Айтқандай, бұны қайнату керек, бұны жай үстінен ыстық су құя салуға болмайды, тамағына. Бұны қайнатып істеу керек. Бір жаңалық ашайын деген ғой деймін. Біз негізі постоянно осыны жейтінбіз. Бұл болмаса бигбон алатынбыз. Бірақ бүгін еркелеп мұнан алып келген ғой. Мен қазір Каусардың тамағын қайнатып жатырмын. Бірақ маған шынымды айтсам ұнамай тұр. Бір түрлі иіс шығып жатыр. Каусардың тамағын әкеп бердім. Мама? Ау. Нанесінен не шығып жатыр? Білмеймін, өзің алып келгенің ғой, жей енді. Мама, сырдың иіс шығып жатыр ма? Нандай емес қой, нелері? Не еді? Лапшалары. Мындай емес қой, сіздікіндей сияқты ғой, мама? Қайнатылған ғой сенікі, содан кейін басқаша болып тұр ғой. Болдан да. Нормально ма? Үшіман қызды ашы. Енді Каусар менікін жеп көрейін деп жатыр. Қазір қайсысын ұнайтынын айтады. Қайсысы жақсы екен? Айттым ғой саған осындай ал деп. Каусарға өзінің лапшасы ұнамады. Жоқ, сорпасы ұнамады. Сорпасы ұнамады. Мен лапшасын жеп болған соң, мен сорпама өзінің лапшасын салып жеп жатыр. Каусар, алуға кеңес бересің ба осындай, или кеңес бермейсің ба? Вообще, мен анандай алғым келді деші, ең ашысы, соны алғым келді. Бірақ мынаны алсын аш дедім да. Дәмін көрейінші деген бенің. Сөйтіп жаман екен. Достар, негізінде біздің дәл қазір Каусардың сабақ оқитын уақытысы. Бірақ та мен білесіздер, Каусарға 24 сағат жоқ дей алмаймын. Сол үшін бізде осындай атмосфера. Еще телевизор көріп, білген істеп отыр ғой біздің Каусар. Каусар, саған 24 сағат вообще-то ұнап отыр ма? Постоянно сондай болса саған қалай? Зор. Өкінішке орай, алдағы уақытта 24 сағат жоқ дейтін не түсіреміз, челлендж. Ол біздің Каусарға точно ұнамайтын сияқты.
Мынау Кәусардың маған бүгінгі челлендж үшін айтқан рахметі. Мына емес бір пулға қоса қалды оны. Кәусар менің барынша я дейтінімді пайдаланып, кешкі тамаққа маған суши заказ берейік дейді ғой. Жай үйде тамақ жей салсақ қайтеді мен істеген тамақты? Обязательно суши жеу керексің ба? Иә. Заказ береміз ба онда? Иә. Кәусар тағатсыздана пиццасын, сушиін терезеден күтіп тұр. Келді. Келді ма? Иә. Кәусардың желаниясын орындадық. Иә, мына бұл Мынандай суши и мынандай пицца. Біз сушиді жеп болдық. Кәусар сушиді әлі қимай тұр ғой, қайсысын жесем екен тағы да деп. Ұнады ма саған Кәусар суши? Еще как. Енді түнде 24 сағат иә ғой, түнде мен сізге ертек айтқызам. Ертек? Иә. Ойланып көреміз. Мама, сіз 24 сағат иә дедіңіз. Все. Кәусарына берілген тапсырманы істегісі кеп тұрған жоқ. Еще оқымайды екен. Мен оған оқып түсінік айтып береді екенмін, сондай ма? Мама, не үшін айтыпсыз? Енді мен қазір Кәусардың өтінішін орындап, осыны оқып түсінік айтып берейін деп жатырмын. Мына қызға. Достар, уже кешкі сағат 10. Мен әбден шаршадым. 24 сағат я деген оңай емес екен. Қазір Кәусар біздің уже құтырып жатыр. Мені суға жұмсап жатыр. Мама, суға көрінші. Жоқ деп айта алмаймын. Потому что 24 сағат я деймін деп обещать етіп қойғанмын. Бірақ бір күні Кәусар маған 24 сағат я дейтін болады. Достар, бүгін біздің Кәусар әбден еркеледі. Мен Кәусарға әдебиет кітабынан осындай Ақбас торғай деген ертек айтып берейін деп жатырмын. Бізде ертек кітап жоқ, сол үшін әдебиеттен айтайын деп жатырмын. Құстар оған қалсаң қал дегеннен басқа ештеңе айта алмапты. Оля, достардан қараңыздар. Ой алла, мен осы бутылкамен кім ішетінін мен таппай жүрген едім. Тура осы видеоның үстінде қылмыскеріміз ұсталып қалды. Достар, маған 24 сағат я өте қатты ұнады. Мама маған көп желаниямды орындады. Осы челлендж ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта мен мамаға 24 сағат я деймін, достар. Ол саған точно оңай болмайтын сияқты, иә, Кәусар?